Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен ашытқысыз шелпек пісіретін боламын. Ең алдымен маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Осындай таза ыдысымызға 800 грамм ұнымызды салып аламыз. Осы ұнның үстіне барлық қоспаларды салатын боламыз. Ең алдымен 5 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Тұзымызды саламыз. Одан кейін қант қостым. Қантты қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Мен тәтті болғанын қалағандықтан қант қостым. Одан кейін 3 дана жұмыртқамызды жарып саламыз. Ең алдымен осы барлық қоспаларды ұнмен біріктіріп аламыз. Бізде осындай түйірлер пайда бола бастайды. Осындай түйірлер пайда бола бастағаннан кейін жылы суымызды құя отырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Біздің қамырымыз дайын, 10 минутқа тындырып қоямыз. 10 минуттан кейін қамырымызды бөліктерге бөліп аламыз. Менде 10 бөлікке бөлдім, яғни 10 шелпек шығады менде. Осындай бөліктерімізді ұнның көмегімен дөңгелек етіп аламыз. Өсті формаға келтіріп алғаннан кейін ұнның көмегімен жайып аламыз. Мен барлық шелпектерді осылай жайып алдым. Одан кейін қызып тұрған майда екі жағын бірдей етіп пісіріп аламыз. Қатты қызартудың қажеті жоқ, сарғыш қылып ала берулеріңізге болады. Ақшыл қылып алсаңыздар өте жұмсақ болып піседі. Барлық күлшелерді осылай екі бетін сарғайтып пісіріп аламыз. Осымен біздің шелпектеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Сіздермен болған Карина. Баршаңызға ас болсын. Видеом ұнаса маған тіркелуді, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.